Бүгін магазинге келіп едім, магазинін көрсетейін сіздерге. Супермаркет яғни. Біздерде Қазақстандағыдай супермаркет болды. Tesco деген. Бұл жерде қатты дамыған Tesco. Біздегі Magnum сияқты барлық жерде Tesco супермаркеті жайласқан. Бір қаланың өзінде бір талай Tesco супермаркеті бар. Не дейміз бұны? Гипермаркет дейміз. Соның үлкені мынау. Tescoның. Әртүрлі қатарлар бар. Біздегі Magnum сияқты. Мына жағына кетсе әлі де бар. Tesco деп жазып қойыпты жоғарда. Tesco. Сіздерге бағаларын көрсетейін, я? Қандай бағалар, мысалы, бізде бар нәрселермен салыстырып көретін болсақ. Мына жерде нелер бар екен? Овощи. Пияз міне. Пияздың класы 85. П дегені бір фунттан аз. 85 тиын дегендей ғой. Бізде тиынмен тең. 1 фунт дегенің 500 теңге екен де класс пияздың. Мынандай пияз бар. Қызыл пияз, міне 1 фунт стерлинг мынау 580 теңге. 600 теңгеге шамалас. Килос. Бұл енді пияз. Барлығы пияз екен мына жерде. Қияр міне. Ұзын қиярлар. 1 фунт стерлинг 600 теңгеге шамалас килограмм. Тиіндерде бар екен 43 пункт, яғни 50 дегені жартысы болады, 1 пункттың жартысы болса 290 300 теңге екен килограмм. Баклажандар бар, болгарскийлер бар. Болгарскийдің килограммы 1,79 пункт. Мынандай түрде бар екен, 1,49 пункт. Мынау мынандай түрі. Мынау ұзын түрі. Тиын тұратындар да бар екен, міне 1 пунктқа жетпейді. Мына болгарскийлар. Мысалы. 89 деген 1 пунктқа жетпейді. 500 теңге айналасы килограмм. 45 де бар екен міне. 45 дегенің 1 пункттың жартысы 290 теңге килограмм. Помидорлар бар. 65, яғни 300 теңге. Чили помидорлар бар екен, кішкентай. Ол қымбатырақ екен, 2 пункт дегеніңіз 1200 теңгеге шамалас килограмм. Міне чили. Настоящий чили міне. Кішкентай. 1,60. 1,60 болса, сонда 800 теңге ма? Сондай болады. 800 теңге. Мынандай чилилер бар, одан да майда. 1,60, ол да 800 теңге айналасына. Фруктілер бар. Мысал, шабдал. 3 пункт шабдал. 3 пункт дегеніңіз 1800 теңгеге жақын
килограмм. Слива бар. 59,60 дегенің 300 теңге. 300 теңгеге шамалас. Мынандайлар да бар екен. Нет, бізде Қазақстанда көшелер асфальттың бойында сатып тұрады ғой. Смородина дей ма, не дейді? Черешня бар. Черешня 3,5 фунт стерлинг. Сонда 2000 теңгеден зият тұрады. Мынандай шабдалдар бар екен. 3 фунт стерлинг тұрады. Мындай шабдал. 3 фунт стерлинг дегеніміз 2000 теңгеге шамалас. 1900 теңге. Жүзімдер бар міне. 1 фунт стерлинг дегеніңіз 600 теңгеге шамалас. Көк түрі бар екен. Бағасы қай жерде екен бар. Қара түрі бар екен, мынандай қап-қара жүзім. Бағасы жазылмапты. Міне бар екен. Бағасы 2 фунт стерлинг. Міне қара жүзім. 2 фунт стерлинг дегеніңіз 1300 теңгеге шамалас. 1200 теңгеге шамалас. Мындай пияздар бар, көк пияз. Жазда жейтін едік қой біз. Көктемде 1 фунт стерлингтен. Чесночный пияз дей ма бізде? Чесночный пияз. 1 фунт стерлинг дегенің 580-590 теңге. Бірақ бұл килограмм ба несі? Килограмм емес екен бұл. Мына тұрысы екен. Капусталар бар, капуста. Bir türlü kapusta mı? Kişkentey. 43. Yani 43 degenimiz kança болады? 250 tenge айналасында ғой. Сәбіз бар міне. Сәбіздер. Сәбіздің бағасы қайда? Мына апельсиндер бар. Апельсиннің бағасы қанша екен? Мынау не? Қауын ба? Мелон қауын екен. 1-де 65. 2 фунт стерлингке шамаласты. 1-де 65 болса, ол 1000 теңгеге шамалас. Апельсиннің бағасына жет жазылған екен. 1-де 12. Regular price 1,5. Апельсин. 1,5 дегені, 1-де 12 дегені 600 теңге. 1,5 болса, ол 800 теңге бола ма, сондай. Арбуздар бар. 3 фунт стерлингтен 2000 теңгеге шамасы. Қауындар бар мына жерде.
1 фунт стерлингке жетпейді даже. 1 фунт стерлинг шамасы. 600 теңгедей. Жамбылша дейді ғой бізде. Жамбылша бар екен. 2 фунт стерлинг. Қымбатырақ екен. 2000 теңгедей болады да бізге. 2000 теңге емес, 1200 теңгедей болады. Кішкентай қауындар да бар. Бірде 35 фунт стерлинг. 1000 теңгеге шамасы. Мынандайлар бар. Анар. 700 теңгедей болады ма? Сондай. 650 теңге ма? Мыналар 1 фунт стерлингке жетпейді. Данасы. 500 теңге. Штук. Алмұрт бар. Мынандай алмұрт бар. Бірде 60 фунт стерлинг. 600 800 теңге. Алма бар міне. Алма да сондай екен. 800 теңге шамалас. Әр түрлі алмалар бар екен мына жерде. Көк алма, қызыл алма дейма, американка көбісі. Банана бар, банана. Банананың бағасы төменде тұрған екен. 73, 1 фунт стерлингке жетпейді. Мында кішкентай түрлері де бар. 99, 1 фунт стерлингке жетпейді. 1 фунт стерлинг, 600 теңге дейді. 580 теңге дейді. Мына жерде жаңғақтар бар әр түрлі. Құрған не өрік, құртылған өрік 85. Қандай жаңғақтар 1 фунт стерлинг. Жер жаңғақ, андай жаңғақ, әр түрлі жаңғақтар бар да қысқасы. Бәрі 1 фунт стерлинг айналасында. Мандариндер бар. 69 пи дегені 70. Лимон бар міне. Лимондар 54. Мынандай нәрсе жемейтін едік өз ауылда да. Не еді бұл? Грейпфрут дей ма? Грейпфрут. 50 пи дегенің жарты фунт стерлинг. 300 теңгеге шамалас. Қиярлардың мынандай түрлері бар екен. Бағанағысы басқаша еді, мынау басқаша. 2 фунт стерлинг. 1200 теңге дейді. Чеснок. 55 пи. 55 пи деген жарты фунт стерлинг. 600 теңге. 600 теңге емес, 300 теңге. Мынандай картошкалар бар, білмеймін енді бұл. Қандай картошка? Картошка екен, я. Sweet potatoes дейді. Тәтті картошка. Дәу дейді. 1 фунт стерлингтен сәл көп, 600 теңге. Майда картошкалар бар, міне, майда. Олар бағасы 1 фунт стерлинг. 600 теңгеге шамалас. Мынандай жылтырап тұрған картошкалар бар. 1 фунт стерлингке жетпейді. 500 теңге, 450 теңге дейма болады. Мына картошкалар бар екен жақсы. 600 теңгеден сәл өтеді. Сәбіздер бар міне. Сәбіздердің бағасы 40 пи дегеніңіз 400 теңге бола ма? Қанша сондай? Жоқ. 250 теңге болады.
Қысқасы бәр нәрсе бар ғой мына жерде. Оның бәрін айтып отыратын болсақ, қазір 1 сағаттан асып кетті. Киімдер де бар. Клубникалар бар міне. 2 фунт стерлинг. Фрукты ряд бітті. Енді мынау айран, сүт, қаймақтың ряды. Кефир деп қойды. Орысшылап. 1 фунт стерлинг. 600 теңге шамалас. Киімдер де бар, жақта киім ряд. Мынандай куртка қанша тұрады? 56 фунт стерлинг. 56 дегеніміз 500-ге көбейтсек 25.000 теңге, 30.000 теңге дей болады. Мына тұрс. Ауылда қанша? Ауылда да сондай ғой, шамасы. Джинслар. Мысалы, бір джинсиді қарайық. 15 фунт стерлинг. Мына джинси. Оқушылар дегенде. 15 фунт стерлинг дегенім қанша болады? 5.000, 6.000 теңге. 6.000 теңге. Бізде де сондай ғой. Қысқасы, бағалары бірдей. Бірақ бұл жақта айлық жоғары да. Англиядан бір көрініс сіздерге жіберейін. Екі этаж автобустар кетіп тұрады. Мынау кафе. Кафе Неро. Burger and sauce. Joy and the juice. Кофе, чай, пай сататын жер. Joy and the juice. Мынау кітап сататын жер ма, книжный магазин ба, сол сияқты. Поезд.
Қазір метроға түсеміз. Метроға өзімнің станцияма баруым керек. Мына жерде поезд қайда баратынын бәрін жазылған. Қашан барады, нешеде барады, қай жаққа барады. Лондонға кетсе де болады осы жерден тұрып. Лондонға 1,5 сағатта жетіп барады. Осы жерден 1 сағат ең кемінде. Ұзағымен 1,5 сағатта. Манчестерге де бар болады 1 сағат. Манчестер, Ливерпул барлығы осы жерден кетуге болады баруға. Welcome aboard this service to Bromsgrove. Осындай поездың көрінісі. Шығатын станциямызға келдік, түсетін. Бұндай саласын. Есік ашылады. Шыққан жерде университетім тұр. Мына университет. Бирмингем университеті. Бирмингем қаласындағы ең үлкен университет осы. Мына жерде суретке түсіп мен жіберген едім, сурет қылып. Бұрын. Мынау Фарадейдің статуясы. Фарадей деген адам бар екен. Соған мынандай статуясы салыпты. Білмеймін, не қатысы бар екен компьютер ғылымдарына. Мынау компьютер ғылымдары факультеті ме? Шыққан жерде. Фарадей. Мынау менің факультетім. Бірінші менің факультетім бастады, ары қарай басқа факультеттер жайласқан. Ары қарай кете беруге болады басқа факультеттерге. Welcome to the School of Computer Science. Мынау менің факультетім. University of Birmingham School of Computer Science. Осындай.